Бүгін өте дәмді әрі ерекше ирек салатын дайындаймыз. Оны басқаша зигзаг салаты деп те атайды. YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сиырдың піскен тілін соломка етіп тураймыз. Сиырдың тілі шамамен 2,5 сағатта піседі. Қиязды да соломка етіп тураймыз. Піскен жұмыртқаны тураймыз. Аздап жасыл пиязды да тураймыз. Мен осындай картофель пай қолдандым. Өздеріңіз үй жағдайында қоссаңыздар да болады. Татымына қарай тұз сеуіп, аздап бұрыш қосамыз. Майонез немесе үй қаймағын қосып, араластырамыз. Тәрелкемізге салат жапырағын қойып, үстіне салатымызды қойып шығамыз. Салаттың үстіне консервідегі жүгеріні қойып шығамыз. Түтілген чечил ірімшігімен осылай шетін әсемдеп шығамыз. Салаттың бетін картофель паймен әсемдейміз. Бетіне бальзамеске крем соус сеуіп шығамыз. Бетін өз қалауыңыз бойынша әсемдейсіздер. Видеоны достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.